Саламатсыздар ма, құрметті көрермендерім, құрметті қазақ елі. Бүгін біз жұмыс бабымен Қызылорда қаласына келген болатынбыз. Келгендегі мақсатымыз осы Қызылорда облысының тұрғындарының жан-айқайын жергілікті билікке жеткізу болатын. Осы орайда Қызылорда қаласының әкімдігіне келгенімізде бір бассыздыққа тап болып, өте беріңіз, түсірмей, өте беріңіз. Бассыздыққа тап болып, біраз алаңдап тұрғанымыз бар. Жайтымыз бар, себебі осы мәселелерді нақтылау мақсатында мен бүгін Қызылорда қаласының баспасөз хатшысымен байланыс орнатып беруді сұранған болатын. Бұл кісі күзет басшысы боласы осы әкімдіктің. Бұл кісілер жаңағы мені ішкі саясат бөлімінің маманы деп бір жігітті алып шыққан болатын. Ол кісіден сұрастыра келе мүлдем ешқандай да ішкі саясат бөлімінің штатындағы жоқ қызметкері екенін нақтылап кетті. Баспасөз хатшысының орында жоқ болуына байланысты, ішкі саясат бөлімінің басшысының орында жоқ болуына байланысты сол кісі шыққан екен. Ол кісінің шыққаннан кейін біз ол кісіден сұранған болатынбыз. Бізді жаңағы ЖКХ бөлімінің басшысымен және дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысымен байланыс орнатып беруін. Бірақ бұл кісілердің өздерінің ішкі тәртіптері бар екен. Телефондарын тастап кету керек дейді. Жалпы телефон тастап кету деген сөзді қай заңға сүйене шығарғандарына мен таңым бар. Неден қорқады? Телефоннан қорқа ма? Запистен қорқа ма? Жалпы журналистке телефонын тастап кет дегенің бұл жабайылық, бұл қараңғылық. Қызылорда облысындағы Гүлшара Әбдіхалықова ханым, сіздің құлағыңызға алтын сырға. Мынау жаңадан келген әкімдеріңіздің Қазантаев Жанибек Қонысұлы, сіздің құлағыңызға алтын сырға. Қайдан шығардыңыздар мынандай заңды? Қай заңға сүйене отырып шығардыңыздар? Неліктен мен өзімнің жеке дүниемді, сәлеметсіз, жеке дүниемді сіздерге сеніп тапсыруым керек? Ол аздай мен журналист екенімді біле тұра, мен неге телефондарыңызды алып қалмадыңыздар? Менің журналист екенімді біле тұра, менің телефонымды талап ету қаншалықты заңды, тіптен күлкілі. Себебі телефон дәл қазіргі дамыған заманымызда, елімізде телефон бұл жұмыс құралы десек те болады. Бұл телефонымызды сұрағандар қаншалықты заңды. Ал енді мен осы телефонымды сұрағанына келіспегендігімнен ең сорақысы осы мәселелерді анықтап, нақтылау үшін шақыртқан дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы. Неге маскасы жүр бұл кісі? Міне, сіздер талапты тек келген адамнан сұрайсыздар ма? Неге кигізбейсіздер ана кісіге масканы? Неге карантин талабы орындалмайды? Қызылорда қаласының әкімдігі. Міне, тағы да карантин талабы орындалмай, маскасыз жүрген қызметкерлер. Ал енді өзімнің тақырыбыма, міне тағы да маскасыз жүр. Өзімнің тақырыбыма орналайын, сондағы бұл жерде Қызылорда қаласының әкімдігінде маска қалтасына салып жүру үшін қажет екен. Ол бір сосын жаңағы ішкі саясат бөлімінің штатында жоқ қызметкерге қайта оралайық. Ол кісі менімен сұхбаттасуға шығып тұрған дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысын өзімен ертіп алып кетті. Маған қойған талабы, тағы да қайталап айтам, қараңғылықтың, жаңағы жабайылықтың белгісі, заң білмеудің бірден бір белгісі. Себебі алдына келіп тұрған журналистке ресми түрде хатпен кір дейді. Ол қалай сонда? Мен хат жазып, кімге хат жазуым керек кіру үшін? Қай жерден бұлар заң шығарып, қандай заң, қандай конституция, қандай заңға сүйене отырып, айтып отыр, бұндай нәрселерді менен талап етіп отыр.
өзінің мінезін көрсетіп, штатта көрсетілмеген, штатта жоқ, қалай ол ішкі саясат бөлімінің қызметкері болып жүргені маған тіптен күлкілі. Қалай ол ішкі саясаттың представителі болып қазір журналистердің алдына шығып тұр, дөрекілігі өзінен асып көкірегіне нам піседі. Айтқан сөздері жаңағы ресми түрде хат жазып, ресми кіріңіздер дейді. Ондай әлемде болмаған жағдай, әлемде болмаған, нақты уверенно айта аламын, әлемде болмаған жағдайды Қызылорда қаласының әкімдігі жасап отыр. Тағы да қайталап айтамын, 100-100 рет қайталаймын, жабайылық. Қызылорда қаласының әкімдігі жабайы, заң білмейтін қызметкерлерді жинап алған ба? Заңнан мүлдем жүрді. Маған айтады, ресми түрде хат жазып кіріңіз дейді. Кімге мен хат жазуым керек? Ол барлық рұқсатты әкімдікке мәселе көтеріп, сұхбат алуға келетін болсаң, ішкі саясат бөлімінің штатында жоқ қызметкер әкімдіктегі саясатты шешетін, журналистің кіммен қалай сұхбаттасатын, вообще сұхбаттасама жоқ па шешетін әкім емес, бөлім басшылары емес, жаңағы ішкі саясаттағы штатындағы жоқ белгісіз жан. Так, Қазантаев Ғанибек Қонысбекұлы, қала әкімі дейді. Мынандай бассыздыққа жол бермеулеріңізді сұранамын, сұмдық қой, масқара. Сонша жабайы болудың қажеті жоқ шығар. Ұят, позорище. Енді дәл қазір біз тұрмыз, міне қызметкерлерінен аппарат басшысын шақыруды сұрандық. Сіз хабарластыңыз ба аппарат басшысына? Не деді? Кім сұрап жатыр? Келсінші, танысамыз. Жанар Турбалаевна. Жанар Турбалаевна. Территория правды ақпараттық агенттігінің бас редакторы болам. Түсінбедім. Әкеліңіз. Алло. Сәлеметсіз. Аппарат басшысының хатшысы дейсіз ба? Есіміңіз кім? Динара, өте қуаныштымын. Төменге түсесіздер ма? Мынандай бассыздықты, мынандай жабайылықты, мынандай заңсыздықты мен ешқандай облыста көрген емеспін. Қазір мен тікелей эфир түсіріп жатырмын, сондықтан келіп түсуіңізді мен сізден сұранамын. Айтып тұрмын ғой, территория правды ақпараттық агенттігінің бас редакторы Жанар Турбалаевна есімі, Нұр-Сұлтан қаласынан. Мен сізге соның бәрін телефоннан айтып тұрам ба? Не түсулеріңіз, сіздер әрқайсыңыз өз міндеттеріңізді сіз аппарат басының атынан менімен сөйлесудің қажеті жоқ, мен мәселені айтпайын ба сіздерге? Жиналыста? Қайда жиналыста? Облыста? Ага, хорошо. Қашан келеді? Ал сіз не себептен сұрап отырсыз мен? Қандай мақсатпен? Өзіңіз шешесіз бе сол мақсатты? Мен сұрап отырғаныңызға қарағанда? Қазір маскамда іште қалып төрт ішіп келетім ғой. Кімге айтасыз? Аппарат басшысына айтасыз ба? Сіздер неге маскасыз жүрсіздер? Далаға, әжетханада не, солай жүру керек екен? Айта беріңіз. Енді мен сізде онда айтып жазып беріп тастап кетейін мәселемді. Шықсаңызшы, бері қарай шықсаңыздаршы, біреуіңіз, бір представитель шықсаңыздаршы, әкімдікте немене Қытай қорғанында отырсыздар ма? Сіздердің алдарыңызға журналист келіп тұр, мәселе көтеріп, не үшін тығылып отырсыздар әрқайсыңыз?
Сіздердің ішкі саясаттарыңызды, ішкі саясат бөлімінің штатындағы жоқ азамат шеше ма? Қайда әкімдеріңіз? Әкімдеріңізбен байланыс орнатып беріңіздерші. Түсінбедім, не айта алмаймын дейді? Хорошо, маған айтудың қажеті жоқ. Мен түсініп тұрмын ғой сіздің хатшы екеніңізді. Мен сізге түсіндіріп кетпеймін ба жағдайды? Кім керек, не үшін керек? Хотя бы солай түсіндіріп кетуге болатын да. А? Ну, түсініксіз. Вообще, кім бар ма? Әкімнің көмекшісі. Әкімнің көмекшісімен байланыс орнатып беріңіздерші. Жалпы өте қызық жағдай. Қазір тікелей эфирде көріп отырсыздар. Журналист мәселе көтеріп келіп отыр. Бірақ Қызылорда қаласының әкімдігінен шығуға ешкімнің қауқары жоқ. Мәселе қызықтырмай ма, әлде журналисттен қашқан түрі ме? Барлығы белгісіз бір жиналыстарда екен. Қандай жиналыста айта кетсеңіз десем, сыртта жиналыста дейді. Сондай сыртта жиналыс бола ма екен? Нақтылап айтпаймын, алдында ресми адам тұр ғой, сұрақ қойып. Журналист тұр, ресми сұрақты қойып. Сыртта жиналыста деген жауап бола ма нақты? Жаңағы штатта белгіленбеген, штатта жоқ қызметкер, ішкі саясат бөлімінің қызметкерінің айтуы. Хабарластыңыз ба көмекшіге? Кабинеттен шығып кетті дейді. Жалпы осында күтеміз. Мен бұл Қызылорда қаласына әкімдігіне нан сұрап келген жоқпын. Халықтың үнін билікке жеткізу. Жалпы мақсатым көтерілген мәселелер бар. Солар бойынша сұхбат алуға келдім. Кісілердің жүрісі бір қызық. Біреу текстен кіріп, біреу есіктен шығып. Жалпы сізден су сұрауға бола ма? Су, ішетін су сұрауға бола ма? Жалпы бір халыққа жұмыс жасайтын мекеме секілді емес. Бір креслоларына мәңгілік ата бабасынан қалған мұрадай жабысып қалған қызметкерлер секілді. Мұндай жабайылықты мен только Қызылорда қаласының әкімдігінен көрген шығармын. Алдында журналистер кіре алмай тұрғаннан кейін қарапайым халық қалай кіреді екен мұнда? Жалпы мына жерде азаматтарды жеке мәселелермен қабылдау күндері жазылып қойыпты. Қазантаев Ғанибек қала әкімі әр айдың 4-ші жұмасы қабылдайды екен. Белгіленген уақыты жоқ олсын. Неге белгіленген уақыты жоқ? Азынан кешке шейін қабылдайды екен сонда Ғанибек Қонысбекұлы. Міне қала әкімі әр айдың 4-ші жұмасы белгіленген уақытта депті. Белгіленген уақытта. Қызық. Белгіленген уақытта. Оны кім белгілейді екен? Міне 3-тен 5-ке 2 сағат. Әр айдың бір сейсенбісі, демек айна бір сейсенбісі, 4-ші жұмасы. Әр айна бір рет азаматтарды қабылдайтын, азаматтардың мәселесін шешу үшін қабылдайтын күн бөлген екен. Оны да 2 сағат қарастырылған, онда да 2 сағатта қарапайым халық несін айтып үлгереді екен деймін. Жалпы Қызылорда облысы үлкен облыс.
Қызылорда қаласы аумақты қала, айтар мәселелер көп. Біз басқа облыстан келіп отырмыз сол мәселелерді көтеріп. Рахмет. Қызық. Аппарат басшысы, жаңа аппарат басшысының хатшысы не деді? Келем деді ма? Не масқара ма? Кім келді? Акім келді ма? Акім келді ма? Жоқ, видео включи, пожалуйста. Осынан кіре ма? Осы жақтан кіреді ма? Арттан кіреді ма? Міне әкім де келіп отыр, бірақ ол кісі артынан кіреді екен. Демек мүмкіншілігі жоқ, себебі мұндан кіргізбейді. Неге маска тақпай жүрсіздер? Қайда маскаларыңыз? Неге маска тақпайсыздар? Қызылорда қаласының қарапайым тілмен айтқанда сіз көңіл аударып, мынау бейнетаспадағы тікелей эфирімдегі Қызылорда қаласының әкімдігіндегі карантин талаптарының өрескел бұзылуына байланысты тиісті шара көрулеріңізді сұранамын. Жалпы қала әкімінен бастау керек, себебі қала әкімінен талап болатын болса, бұлай карантин талаптары өрескел бұзылмайды. Сәлеметсіз. Неге маскасыз жүрсіз? Міне журналист маска дегеннен кейін тағады бұл кісілер. Қалталарына салып жүру үшін. Біреу келе ма, жоқ па, айтыңызшы қыздар. Мен бұлай өмірімді Қызылорда қаласының әкімдігіне арнайым деп келген жоқпын ғой. Айта қойыңызшы, келем деді ма, жаңа хатшысымен хабарластыңыз ба? Түсінбедім. Хатшысы демек түспейді. Түспейм дейді. Көмекшісіне тағы бір хабарласып көріңізші. Әкімнің көмекшісі. Қазір әкімдеріңіз келді ғой. Көмекшісі? Алло, сәлеметсіз бе? Таныстырып жіберіңізші өзіңіз. Алмат? Алмат, өте қуаныштымын. Территория правды ақпараттық агенттігінің бас редакторы Жанар Тұрбалаевна Нұрсұлтан қаласынан қазір келіп тұрғаныма уже біраз уақыт болды. Осы орайда алдыма шығып, бір адамдармен сұхбат орнатып беруге, байланыс орнатып беруге мен адам таппай отырмын. Бұл не масқара? Ішкі саясат бөлімінің штатындағы жоқ бір белгісіз жан келіп, мына жерде дөрекіліктерін көрсетіп, шығып тұрған дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысын өзімен алып кетті. Ол қандай бассыздық, қайдан шыққан заң? Штатта жоқ қызметкерлер Қызылорда қаласының әкімдегі жаңағы бар мәселені шешетін кісі сол болып тұр ма? Кіммен? Ішкі саясат бөлімінің басшысы бар ма? Іші жоқ. Қайда, осы ғимаратта ма? Қалай сыртта дейсіздер? Айтып түсіндіріңіздерші, пожалуйста. Сыртта жиналыс дегенде түсінбейді екен мен. Нақты қай жерде жиналыста? Келе жатыр, жолдама демек. Хорошо, айта қойыңызшы, біз күтіп отырайық осында. Рахмет. Міне жалпы қызық жайттар. Әкім Қазантаев Ғанибек Қонысбекұлының де көмекшісі Алмат мырзамен сөйлестім. Бірақ ол кісі, рахмет, бірақ ол кісі де сыртта жиналысты дейді, ішкі саясат бөлімінің басшысын.
Сыртта жиналыста деген нақты ұғымды қалай түсінесіздер? Жалпы көрермендер айтыңыздаршы. Сыртта жиналыста. Мемлекеттік қызметкер сыртта жиналыста бола ма? Нақты сұраққа нақты жауап берсе. Жаңа ғана ішкі саясат бөлімінің штатындағы жоқ қызметкерінің айтуы бойынша, ол кісі сыртта бөлек аудан, облыс әкімдігінде емес, бөлек бір жаңағы мекемеде жиналыста деген болатын. Қазір жаңағы Қызылорда қаласының әкімі көмекшісінен сұрағанымда, ол кісі облыс әкімдігінен жиналыстан келе жатыр дейді. Нақты осыған осы орайда менде сұрақтар туындайды. Жалпы мемлекеттік қызметкерлер жалған ақпарат беруге құмар ма? Не деген сұмдық мынау масқара? Бір сұраққа екі түрлі жауап беру қаншалықты дұрыс деп есептейсіздер мемлекеттік қызметкерлердің тарапы? Жалпы бұл жерге қарапайым халық келгенде не болатыны, не жағдай болатыны маған тіптен қызық болып тұр. Масқараға қазір мына штурмом алуға тура келіп тұр, в кавычках. Штурма құрсын әрине. Журналист осындай жаңағы упорствосымен мәселе көтеріп жатса, онда қарапайым халыққа Алла сабыр берсін. Менің түсінгенім бойынша, жалпы қазір біз ол ішкі саясат бөлімі болсын, аппарат басшысы болсын, белгісіз бір жиналыстарда жүрген. Біраз күтіп қалатын секілдіміз. Себебі нақты кімнің қайда екеніне нақты ешқайсысы жауап бере алмайды. Әрқайсысы әртүрлі ақпарат береді. Тағы да бір жарты сағаттай күте тұрып, болмаса 102-ге хабарласып, журналистің кәсіби жұмысына кедергі келтіру қылмыстық кодекстің 158 бабы бойынша арызданатын боламыз. Себебі мен мұнда нақты мәселе көтеріп келіп отырмын. Ергіп келіп отырған ешкім жоқ. Сондықтан көрермендерім, менімен бірге болыңыздар. Қазір жақын арада тағы да тікелей эфирлер болуы тиіс. Қазір аппарат басшысын күтейік. Ішкі саясат бөлімінің басшысын күтейік. Сол кезде нақты анықталып жатар.